Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге вупипай тортын жасаудағы өзімнің құпияларыммен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Парақшама тіркеліп қойыңыздар, алда оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Тортымыз осындай биік, өте дәмді болып шығады. Клиенттің міндетті түрде көңілінен шығатын болады. Менің тапсырысқа қабылдайтын рецептім. Алдымен қара шоколадты ыдысқа салып аламыз. Үстінен сары майымызды салып, водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Бір ыдысқа 5 жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқа үлкен болса 5, кіші болса 6 салуларыңызға болады. Үстінен қантымызды саламыз. Және 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Сол кезде сіздердің қоржарыңыз биік болып шығады. Шоколадты массамыз еріп жатқанда құрғақ массамызды дайындап қоямыз. Ұнға какао және қамыр қопсытқышымызды саламыз. Какао өте сапалы болуы керек. Дәмі соған байланысты. Бөлек араластырып қойып қоямыз. Біздің шоколадты массамыз еріді, жаңағы жұмыртқалы массамызға құйып, жақсылап миксермен араластырамыз. Електен өткізіп отырып, құрғақ массаларымызды саламыз. Мен 2 бөліп саламын, сол кезде қождар биік болып көтеріліп шығады. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Қождардың арасы тығыз болып қалуы мүмкін. Ауамен араласқан кезде сіздерде биік қорж шығатын болады. Осындай қою теста шығады. Пергамент қағазына формамызды осылай қойып, өздеріңізге керек 24 немесе 22 диаметрлі формаға жағып аласыздар. Негізі 24 диаметрлі формаға арналған рецепт. Тегістеп жағып, 180 градуста пісіріп аласыздар. Қарап отырыңыздар, өте тез піседі. Кремін дайындаймыз. Творожный сырымызды бір ыдысқа салып, үстінен қант ұнтағы, яғни сахарный пудрамызды салып, бір келкі етіп миксермен араластырамыз. Сол кезде түйіршіктер болмайды. Және үстінен сливкиімізді құямыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Барлығын өлшеп жасаңыздар, сол кезде сіздерде ровно торт шығады. Миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлегендеріңіз дұрыс. Осындай қою, өз-өзінің формасын жақсы ұстайтын крем шығады. Одноразовый мешокқа насадкамызды салып алып, кремді осылайнан саламыз. Менде насадканың номері 808 немесе 807 қолдануларыңызға да болады. Енді тортымызды жинаймыз. Қорждарды осылай қойсаңыздар, крем өте жақсы сіңеді. Шариктерін шығарғанда баста сіздерде дұрыс шықпауы мүмкін, бірақ кейін қолдарыңыз үйренеді. Ортасына салғанда кремді шарикпен бірдей етіп салыңыздар. Сол кезде торт ортасына түсіп кетпейді. Ровный торт шығады. Тортты осылай жинап аламыз. Бетіне жұқалап кремді жағасыздар. Өте жұқа қылып жағыңыздар, көп крем қажет емес. Бетіне құятын ганажы үшін шоколадымызды бір ыдысқа салып, үстінен сары майды салып ерітеміз. Водяной баняда немесе микроволновкада.
Жаңағы тортымызды тоңазытқышқа салып қатырып алған соң барып суыған шоколадты құйып тегістеп жағамыз. Өз қалауларыңызша сәндеп, тегістеп жағып, өздеріңіз жасай бересіздер. Біз бұл жерде аса қатты сәндеген жоқпыз, себебі біз үйге жай жасаған болатынбыз. Осындай биік, әдемі вупи-пай торты шығады. Өте дәмді, ауызға салсаң еритін торт болады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер.